Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Мысалы қазір Украина жері қанды шайқас жүргізіп жатыр, өзінің тәуелсіздігі үшін күресіп жатыр. Зеленскийдің басшылығымен Ресейге бағынбаймыз деп жатыр. Бірақ Украина жері бір кездері Ресейдің қол астына өз еркімен өткен болатын. Яғни тарихта 1654 жылғы дата Украина тарихында үлкен өзгерістің кезеңінің басталғанын білдіреді. Себебі 1654 жылы Украинадағы Запорожье казактары, былайша айтқанда бүгінгі украиндықтардың ата-бабалары Ресейге, яғни Романовтар әулетіне өз еркімен бағынған болатын. Әрине бұл тарих өте ұзақ тарих. Қысқадан нұсқа түрде айтып беретін болсақ, мына Украина жерінде өмір сүрген Запорожье қазақтары бар. Яғни қазақ емес, ол казак деп айтайық, яғни казак. Бұлар көбінесе мына Ресейдің оңтүстік бөлігінде өмір сүрді, бүгінгі Киевтің айналасында. Міне осы Запорожье казактары Польша мемлекетінен қысым көре бастайды. Себебі Запорожье казактары христиандықтың православия тармағын ұстанатын. Ал өздерінің билеушілері, яғни соны басқарып отырған Варшавадағы билеушілер, яғни Речь Посполита дейтін мемлекет, Литва мен Польшаның қосындысына пайда болған Речь Посполита дейтін мемлекеттің билеушілері католик дінін ұстанатын, яғни христиандықтың католик тармағы. Былайша айтқанда мына сүнниттер мен шииттер деген сияқты ғой. Міне осы Речь Посполитаның, яғни поляктардың үлкен қысымына тап болған казактар енді ойлана бастайды. Өзіміздің дініміз бір, православ дінін ұстанатын Мәскеуге бағынайық дейді. Алайда Мәскеу билеушісі оған бірден келісім бере салмайды. Әрине Мәскеу билеушісі ойлау мүмкін, бірден жақсы емес пе, өзімнің қол астына өз еркімен өтем деп тұрса, украиндықтар қабылдамайын ба деп. Бірақ ол дәуірде Ресейдің жағдайда мәз емес еді. Себебі Ресей мемлекеті сонау Иван Грозныйдан кейін 1584 жылдардан кейін үлкен дағдарысқа тап болады. Бұл орыс тарихында смута кезеңі деп аталады. Иван Грозный өмірден өткеннен кейін бір кездері Қазан, Астраханды жұтып қойған, Сібірдің тасталқанын шығарған Ресей мемлекеті іштей ыдырауға көшеді. Яғни Ресейдің өзінде дүрбелең кезең басталып, таққа Иван Грозныйдың баласы келді, бірақ билікті ол адам ұстап тұра алмады. Борис Годунов дейтін адам билікті өз қолына алды. Оның патша әулетіне ешқандай қатысы жоқ болатын. Патшаға өзінің қарындасын беріп, билікке жақындаған адам Борис Годунов деген. Одан басқа таққа Лже Дмитрий, яғни жалған Дмитрийлер келді. Бір сөзбен айтқанда, Ресей дүрбелеңге түсті. Мына біздің атақты Тәуекел ханның бауыры Ораз Мұхаммедтің сол жақта, сол дүрбелеңнің кезінде Касимов дейтін қалада билеуші болған еді, біздің мына Ораз Мұхаммед дейтін сұлтан. Жалпы Ресей сондай дүрбелеңнен әзер дегенде 1613 жыл ғана аман шығады. Яғни біздегі мына Тұрсын хан мен Есім ханның қатаған қырғыны бар ғой, сол сияқты үлкен дүрбелең болады Ресейде де. Сондай дүрбелеңнен әзер дегенде аман шыққан мемлекеттің басшылығына 1613 жылы Романовтар дейтін жаңадан әулет келеді. Кейіннен Ленин, 300 жылдан кейін Ленин мен Сталин деп төңкеріп тастайтын Романовтар әулеті сол кезде енді ғана билік басына келіп жатқан болатын. Сондықтан поляктармен соғысуды қаламаған орыстар оған үнемі украиндықтарға отказ береді, қол астына алмайды украиндықтарды. Ал украиндықтар болса, біз мына жақтан қысым көріп жатырмыз, қол астыңа ал деп өтініш айтумен болады. Енді 1654 жылы украиндықтар үлкен өздерінің құрылтайларын, яғни жиналыстарын шақырып, Переславль дейтін қаласында кеңес өткізеді. Осы кеңестің нәтижесінде орыстарға өз еркімен бағыну туралы шешімге келеді. Бұл көсемнің есімі, украиндықтар бұны гетман деп атайды, яғни лауазымы. Қазақ тіліне айтатын болсақ, қолбасшы, басшы деген сияқты ғой. Сол украиндықтардың гетманы Богдан Хмельницкий дейтін адам 1654 жылы бастамасымен Ресейдің қол астына өтеді украиндықтар, Запорожье казактары. Бірақ бұл жерде айта кететін нәрсе бар. Осы Запорожье казактарын қол астына алғаннан кейін Ресей мен Речь Посполитаның, яғни поляктар мен литвалықтардың арасында үлкен шайқастар басталады, қырғын шайқастар. Өйткені айтып отырмын, Украина казактары бұл кездері Речь Посполитаға бағынышты болатын. Бұл жерде қазақтардың тарихымен өте ұқсас нәрсе бар. Бізде қазақтар шамамен арада 100 жылға жуық уақыт өткенде Әбілқайыр хан, одан кейін орта жүз, ұлы жүз қазақтары Ресейдің бодандығын қабылдаған болатын. Алдымен 1731 жылы біздің кіші жүздің билеушісі Әбілқайыр хан Ресейдің патшайымы Анна Яновнаға бодандық бойынша өтініш айтқан болатын. Оның мақсаты әрине Ресейдің қол астына кіруден бұрын шығыстағы жоңғарлардан,
мына жайық бойындағы казактардан, еділ қалмақтарынан, башқұрттардан, Орта Азия хандықтарынан теперіш көрген қазақтарды сақтап қалу үшін, қазақ ұлтының мемлекет ретінде, ұлт ретінде жойылып кетудің алдын алу үшін біздің мына Әбілқайыр хан Ресейге осындай үлкен өтінішпен жүгінген болатын. Алайда Әбілқайыр ханның бұл саясаты ақыр соңында қазақтардың отарлауына жол ашты. Кейіннен орыс бекіністері қаптап салына бастады. Міне бұл жерде тағы да бір ұқсас нәрсе. Украиндықтар поляктардың қысымынан құтылу үшін Ресейдің бодандығына кірсе, қазақтар жоңғар, Орта Азия хандықтары, еділ қалмақтары, мына жақтағы жайық казактарының шабуылынан аман қалу үшін, ұлт ретінде жойылып кетпес үшін Ресейдің қол астына кіруге мәжбүр болған еді сол кездері. Бұл үлкен саясат сол тұстардағы. Сол сияқты біздің қазақтарда мысалы тек қана кіші жүз ғана алғашқы кезде Ресейдің бодандығын қабылдаса, Украина жеріндегіде мына Запорожье казактар деген ол тек Украинаның солтүстік бөлігіндегі украиндықтар. Ал оның оңтүстігі Қырым жері әлі де османдардың басталдығында болатын. Ал біздің ұқсас тұсты қараңыздар. Біздің де мына ол кезде кіші жүз қазақтары Ресейдің бодандығын қабылдап жатқан кезде мына жақта біздің ұлы жүз жері жоңғарлардың қол астында болатын. Ал мына жақта Ресейдің бодандығына өтіп жатқан украиндықтар кезінде оның оңтүстігі Қырым османдардың басталдығында болатын. Көріп отырсыздар ма? Бұл тарихи ұқсастық дейсіздер ме, сәйкестік дейсіздер ме, оны өздеріңізге қалдырдық. Бірақ қалай дегенмен де бұл екі халықта халық ретінде, ұлт ретінде жойылып кетпес үшін осындай үлкен қадамға барды. Бұл жерде ешкімді де кінәлаудың қажеті жоқ. Украиндықтардың гетманы, қолбасшысы Богдан Хмельницкий, қазақтардың ханы, кіші жүз ханы Әбілқайыр. Бұл екі адам туралы әлі күнге дейін әртүрлі пікірталастар бар. Мысалы қазақтарды айтатын болсақ, Әбілқайыр хан ешқашан Ресейге бодан болмаған, бұл тек әскери одақ десе, қазіргі кезде украиндықтардың да кейбір тарихшылары Богдан Хмельницкий бұл тек поляктардан қорғану үшін ғана осындай қадамға барды, украиналықтар түгелмен Ресейдің бодандығына өткен жоқ деген сияқты неше түрлі пікірлер айтады. Бірақ бұл жерде екі дата, нақты дата, 1654 жылы украиндықтар, Запорожье казактары Ресейдің бодандығын қабылдады өз еркімен. Ал 1731 жылы кіші жүз қазақтар Әбілқайыр ханның басшылығымен Ресейдің бодандығына өту туралы үлкен келіссөздер бастаған болатын. Міне осындай үлкен тарих, украиндықтар мен қазақтардың тарихы өте ұқсас. Бұл тұста да байқадыңыздар. Кейіннен мысалы Запорожье казактарынан салық жинаған жоқ орыстар, олардан салық жинамақ тұрмақ. Осы Запорожье казактарының аумағында орналасқан бекіністерді жөндеу жұмыстарына оларды күтіп ұстауға байланысты тіпті мәскеуліктер өздерінің қаражаттарын осы жаққа салған болатын бір уақыттары. Сол сияқты кіші жүзден салық жинамақ тұрмақ алғашқы уақытта. Осы бір жапырақ Петрдің кезінде бір жапырақ қағаз үшін, бағыну туралы бір жапырақ қағаз үшін қазақтың қаншама төрелерін, сұлтандарын, хандарын сатып алуға дейін дайын болды. Неше түрлі бағалы сыйлықтар жіберді қазақ ортасына. Бұл тарихта ұқсас. Тағы да ұқсас тарих, кейіннен осы кезде екі халыққа да көмектескендей болғанымен Ресей билігі кейіннен бұл жерлерге қаптатып бекіністер салып отарлауға кірісті және ұлт ретінде жойып жіберуге тырысты. Және бұл саясат қазақтарға да кейіннен украиндықтарға да қолданды. Украиналықтардың атақты ақыны Тарас Шевченконың өзі бір уақыттары осы Ресей отаршылдығы тұсында үлкен жаңағы айдауда болып, үлкен қиындықтар көріп, қазақ даласында болған еді. Тарас Шевченко дейтін адам. Мына Маңғыстау жақта осы Шевченко дейтін аймақтың да аты бар әлі күнге дейін. Осы қазақтар мен украиналықтардың осындай ұқсас тарихы бар. Бұны тарихты білмегендеріңіз болатын болса, мүмкін көп адамға бұл тарих таныс емес шығар деп ойлаймын. Өйткені әркім енді тарихшы емес қой. Сондықтан бұл видеоны барынша қолдарыңыздан келгенше WhatsApp топтарына таратып жіберіңіздер. Украиналықтардың кезіндегі тағдыры біздің сол кездегі тағдырымызбен өте ұқсас екенін өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар. Сондықтан қолдарыңыздан келгенше бұл видеоны барлық WhatsApp топтарына таратып жіберіңіз.